Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, әрі өте құнарлы, дәмді, жаңа жылға өте керемет сәйкес келетін салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін әрине видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек ингредиенттер сәбіз, тауық еті, жұмыртқа, сыр, майонез, тұз, бұрыш керек болады. Ең алдымен сырымызды осылай үккіштің үлкен жағымен өткізіп аламыз. Жұмыртқамызды да дәл солай үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып отырамыз. Қайнап піскен тауық етін де ұсақтап турап аламыз. Оны да ыдысымызға салып, үстінен майонезімізді салып, татымына қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырып қоямыз. Біздің салмамыз дайын. Енді кезекте сәбізімізді үккіштің майда жағымен өткізіп дайындап аламыз. Міндетті түрде үккіштің майда жағымен өткізіңіздер. Сол кезде әдемі шығатын болады салаттарыңыз. Достар, видеоны қарап отырып, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Енді кезекте бізге осындай пищевой пленка керек болады. Оны өзімізге керекті мөлшерде үлкендеу етіп кесіп дайындап аламыз. Осының дәл ортасына сәбізімізді тегістеп жайып шығамыз. Жаңағы салатымызды бір ас қасықтан дәл ортасына салып, шетінен ортасына қарай осылай жинаймыз. Сосын пленкамызды осылай айналдырып домалақ формаға келтіреміз. Пленкамызды ашып, ішіндегі біздің салатынымызды қолымызбен осылай тегістеп әдемі формаға келтіреміз. Мінекей, мандариннен ешқандай айырмашылығы жоқ, өте керемет болып шығады. Салатымыздың қалған бөлігінде дәл осылай жасап формасын келтіріп шығамыз. Өте оп-оңай жасалады, әрі ерекше салат. Жылда жаңа жылға оливье жасай бергенше осындай ерекше салаттар жасап отбасыңызды қуантыңыздар. Дайын болған мандаринімізді осылай қолымызбен ортасын басын қырап, осылай жапырақтарын қойып шықсаңыздар болады. Өте керемет, дастархандарыңыздың көркі, әрі келген қонақтарыңыз таң қалып, қандай салат деп таңырқап қарайтын өте әдемі салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі құнарлы, тойымды ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.